Ассалаумағалейкум. Оразаларыңыз құтты болсын, қабыл болсын. Алла тағала осы ораза айында барлық біліп істеген қателік күнәларымызды кешіріп, екі дүниені жаманшылықтан сақтап, екі дүниені жақсылығын берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шеттен келген жаудан, іштен шыққан даудан, барлық шет ел мемлекеттердің зияндарынан сақтасын. Барлық жаманшылық атауынан Қазақстан мемлекетін сақтап, әрбір мұсылманның отбасына екі дүниенің жақсылығы болсын. Енді айтайын дегенім, мына жерде қазір араб құл деп кетті ғой барлығы. Шын мәнінде біз араб құл емеспіз, біз мұсылманбыз біріншіден. Екіншіден айтайын дегенім, мына қараңыздар, арабтардан не зиян көрдік. Мысалы да жай ғана ешқандай араб құл емеспіз. Жай тіл мақсатында келгенде, мысалы дәптер, қалам, мұғалім деген секілді сөздердің барлығы мысалы арабтардан бір дейді бізде, Аллаға шүкір. Арабтардан келді дейді біреулер, бірақ өзіміздікі ма? Енді мен өзім ол жағын қатты мән бермеймін. Қатты оның немесі емеспін да, андай зерттеуші. Ал енді орыстардан қандай сөз келді мәселен? Иә, орыстардан былай қарасаңыздар көп боқтық сөздер ғой барлығы. Иә, элементарный ағылшындардан да қол көрсетеді, саусақ көрсетеді, оның өзі боқтық сөз. Қазір киінген киімдер мысалға, және де бастағы кимешектің шешілуі, мысалы да, элементарный қазір үйде өзі әйелдердің өзі басын байламай жүретін болды. Кім болса да, вообще көшеде де солай жүреді. Әрине, әр адамның өз құқы, әрине. Просто сол секілді сіздерге де ешкім ештеңе деп жатқан жоқ қой. Сол сияқты сіздер де мұсылмандарға тиіспеңіздер. Ұмытпаңыздар, бәр нәрсе бір күні болса бір күні түбі, бәріміз Аллаға қайтамыз. Сол кезде сұрақ жауабы бар. Негізінде андай дейді ғой, білмейсің ба, лучше үндеме дейді ғой, сөйлесең жақсы сөйле дейді. Сол сияқты, сол үшін және де мына тағы да көп адамдарда надандармен салғылас жатады ғой. Негізі надандармен салғыласуға болмайды. Негізінде шынымен бір жан ашыр біреуің болмаған түсіндірмесең, бұлай надандармен салғыласуға болмайды. Себебі ол туралы аятта бар. Надандармен салғылассаң, олар Аллаға тіл тигізеді дейді. Сол үшін біз ең бірінші Аллахқа деген махаббатымыз ерекше болсын. Пайғамбар исламға деген махаббатымыз, пайғамбар ислам сүннетіне деген махаббатымыз ерекше болып, ислам